Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі өте кереметтей болып шығатын, осылай қытырлақ болып шығатын дәмді үйіңіздерге ұнайтын қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Дайындалу жолы өте оңай және де өте дәмді самсалар шығатын болады. Ең алдымен начинкамызды дайындап аламыз. Начинканы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен фарш қоспаймын, етпен іш майды ұсақтап турап қосатын боламын. Картопты да өте аз мөлшерде қосамын. Тұз, қара борщ және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, начинкамызды дайындап алатын боламыз. Мен қатпарлы қамырдың тестасын, яғни слоеный тестаны алдын ала дайындап, морозилькеге салып қойған болатынмын. Дәл осы тестаның өте қатпарлы, қытырлақ болып шығатын тестаның рецепті менің каналымда бар. Описаниеде сілтемесін қалдыратын боламын. Өтіп қарап, осы рецепті сақтап алсаңыздар болады. Өте кереметтей дәмді қытырлақ болып шығады. Дүкеннен сатып алғанша, осылай өздеріңіз қолмен жасап, морозилькеге салып қойсаңыздар, кез келген уақытта алып самса жасай беруге болады. Әрі уақыттарыңыз үнемделеді, әрі өте дәмді болып шығады қолда жасалған соң. Дүкеннің слоеный тесталарында арзан маргарин құрамында көп болғандықтан қорытылу өте қиын болады. Сондықтан осылай үйде дайындап алғандарыңыз жөн. Мінекей біз самсаларымызды түйіп дайындап алдық. Енді бетіне жұмыртқасын жағып, көнжетін шашып, пісіруге жіберетін боламыз. 220-250 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Өздеріңіздің пештеріңізге байланысты. Менікі 45-50 минутта пісіп шықты. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Үйіңіздегілерге ұнайды деген сенімдемін. Өте қатпарлы, өте дәмді болып шығады. Дәмі тіл үйретіндей. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.